Құрметті тыңдарман, менің арнама қош келіпсіздер. Ауылдың шетіндегі топырақ үйдің ауласында шағын той-думан болып жатты. Қыз-келіншектер қазан көтеріп, жігіттер орындық тасып, балалар асыр салып ойнап жүр. Бұл Гүлназдың қалаға оқуға аттану тойы еді. Гүлназ ауылдың ерке қызы, әкесінің жалғыз гүлі, шешесінің тірек қолғанаты. Ұстаздары оны мақтайтын, мектептегі үздік оқушы болатын. Биыл Алматыдағы университеттің грантын ұтып алып, филология факультетіне түсіпті. Қызым, сен бізге үмітсің. Біздің қолымыз жетпеген арманға сен жет деп әкесі Нұртай құшақтап құттықтады. Ауыл адамдары да қуанды. Әй, Нұртайдың қызы білімді ғой, үлкен адам болады деп мақтады. Гүлназдың өзі де шат-шадыман. Бала кезден қалаға оқуды армандаған. Енді сол арманға бір табан жақындады. Қоштасу сәті келгенде анасы Гүлжайна қызын бауырына басты. Қызым, қала деген басқа, өз-өзіңді жоғалтпа, адал жүр, адал бол, сонда ештеңеден қорықпайсың. Гүлназ басын изеді. Оның ойында тек жаңа өмір, жаңа достар, жарқын болашақ. Қалаға келгенде бәрі расымен өзгеше болып шықты. Биік үйлер, қым-қуырт тірлік, бейтаныс жүздер. Алғашқы күндері ол жатақханадағы қыздармен танысты. Олардың ішінде әртүрлісі бар еді. Сабина, ауқатты отбасының қызы, сән қуған, еркін сөйлейтін. Мадина, ауылдан келген, бірақ бірден қалаға бейімделіп кеткен. Аружан, көп сөйлемейтін, бірақ жан-жақты білгіш. Гүлназ бастапқыда бәріне сақтықпен қарады. Бірақ бірер аптадан-ақ Сабинамен жақындасып кетті. Сабина оған қала өмірін үйретті. Құрбым, ауылдың қызындай болып жүрме. Қалада бәрі басқаша, сәндену керек, жігіттермен танысу керек. Өмірдің дәмін татпасаң не пайда? Гүлназ алғашында күлді. Мен оқу үшін келдім ғой деп ойлады. Бірақ уақыт өте келе оның да ой өзгеріп бара жатты. Жатақханадағы қыздар кеш сайын қыдырып кететін. Ал ол бөлмеде жалғыз қалып кітап оқып отыратын. Бір күні шыдай алмай бірге баруға келісім берді. Сол кештен бастап Гүлназдың өмірде жаңа кезең басталды. Алматының қыркүйек айы. Таңғы салқын, көшедегі ағылған студенттер. Әркімнің қолында кітап, сөмке. Университет ауласы у-шу, танысу, күлу, фотоға түсу. Гүлназ алғашқы күндері бәріне таңырқай қарады. Мұғалімдердің өзі ауылдағыдан бөлек. Киімі сәнді, жүзі жүйрік, талап қатаң. Дәрістерді түсіну қиын емес, бірақ жазу, сызу көп. Ол өзінің мақсатына берік. Мен оқуым керек. Ең бастысы, ата-анамның сенімін ақтау. Бірақ жатақхана өмірі басқа. Кешкілік бөлмедегі қыздар шаштарын түзулеп, әдемі киімдерін киіп, қыдыруға шығуға дайындалады. Сабина әдеттегідей айналдында отырып, Гүлназ, сен де бізбен жүр. Мына түріңмен ауылда қалғандайсың. Қалай қызындай болу керек, әйтпесе саған ешкім қарамайды деп күлді. Мен бармай-ақ қояйын деді Гүлназ қысылып. Ертең сабақ бар ғой. Әй, сен не өмір көрмейсің бе? Ертең сабақ, әрі күні сабақ. Ал жастық шақшы, қайта келмейді. Гүлназ ойланып отырды. Барып қайтсам бекен, бір рет барғаннан не өзгереді деген ой мазалады. Сол сәтте Сабина сөзін қатқыл айтты. Гүлназ, сен егер қазір бармасаң, өмір бойы осы бөлмеде отырасың. Ешкімге қызық болмайсың. Ертең сенен жұрт қашады. Ауылдың қарапайым қызы деп ешкім араласпайды. Осы сөз Гүлназға қатты тиді. Ол кішкене намыстанды да, жарайды, барайын деді. Түнгі клуб, жарық шамдар жанып сөнеді. Музыка қатты. Гүлназ мұндай жерді алғаш көрді. Іші у-шу. Жастар ішімдік ішіп билеп жүр. Жүрегі тарсылдап, қолы дірілдеп кетті. Мұнда не істеп жүрмін деп ойлады. Сол кезде бір жігіт қасына келді. Ұзын бойлы, сәнді киінген, қолында қымбат телефон. Сәлем, ауылды қыз емессің бе деді, күлімсіреп. Қайдан білдіңіз деді Гүлназ қысылып. Сенің көзің таза. Қалада қыздар олай қарамайды. Жігіттің аты Дамир екен. Бай отбасының баласы, көлігі бар, қалтасы қалың. Гүлназға жылы сөйлеп, жанынан шықпады. Сол түні ол өзін ерекше сезінді. Маған шынымен көңіл аударып жатыр ма деп жүрегі елжіреп кетті. Кейінгі түндері Дамир Гүлназды іздеп хабарласа бастады. Гүлназ бастапқыда тартыншақтап жүрді. Бірақ Сабина оны итермелей берді. Өміріңді құртып аласың, егер осындай мүмкіндікті жіберсең, Дамир сияқты жігіт әр қыздың қолына түсе бермейді. Осылайша Гүлназ оқуынан гөрі Дамирмен кездесуді көбірек ойлай бастады. Ал сабақтары артта қала берді. Мұғалімдер ескерту жасады. Бірақ ол мән бермеді. Бір күні түнде Дамир көлігімен келіп, жүр, қала сыртына шығайық деді.
Гүлназ алғашында қорықты, бірақ жүрегі айтқанға бағынды. Олар ұзақ әңгімелесті. Дамир оған тәтті сөз айтты. Сүйемін, күйемін. Қыздың жүрегі еріп, барлық уәдеге сенді. Сол түні ол өзінің ең үлкен қателігін жасады. Таңертең жатақханаға оралғанда Гүлназдың көңілі алай-дүлей болды. Мен дұрыс істемедім бе? Әлде? Бірақ өзін жұбатты. Жоқ, ол мені жақсы көреді. Мен Дамирдің сүйіктісімін. Алайда уақыт өте келе бәрі өзгерді. Дамир сирек хабарласатын болды. Кездесулері азайды. Бір күні тіпті телефонды көтермей қойды. Гүлназдың іші қорқынышқа толы. Дамирдің хабарласпай кеткеніне аптадан асты. Гүлназ күн сайын телефонына телміріп, хабарлама күтеді. Мүмкін жұмыспен жүр, мүмкін ата-анасының қарсы болып жүрген шығар деп өзін жұбатты. Бір күні шыдай алмай өзі хабарласты. Телефонды бейтаныс қыз көтерді. Сіз кімсіз деді Гүлназ дауысы дірілдеп. Мен Дамирдің қалыңдығымын. Бұл кім еді өзі? Деді қыз суық үнмен. Жердің астына кіріп кеткенде күй кешті. Қолындағы телефон түсіп кете жаздады. Бөлмесіне кіріп, есікті іштен құлыптап алды. Жылап, ұзақ отырды. Ертесі Сабина келіп, не болды саған деп сұрады. Гүлназ шынын айтты. Сабина мырс етіп күлді. Сен ауылдың қызындай аңғалсың ғой. Дамир сияқты жігіттердің ойы сол, өзің кінәлісің. Бұл сөз Гүлназдың жүрегін одан сайын жаралады. Барлығына өзім кінәлімін бе? Күндер өтті. Гүлназдың іші сыр берді. Басында мән бермеді, кейін күдік арта түсті. Ақыры дәріханаға барып тест алды. Нәтижесі оң. Қолындағы қағазға ұзақ қарады. Жүрегі тоқтап қалғандай. Қалай айтамын, кімге айтамын? Сабинаға сырын ашты. Бірақ ол қолдау емес, қайта сөгіс айтты. Енді қайтесің? Ата-анаңа айта алмайсың. Оқу да бітпеді. Дамир мойындамайды. Қыздар мазақ етеді. Өзің шеш. Гүлназдың көзі қарауытып кетті. Бөлмесіне кіріп жылап жатып, қайда барсам екен? Әкем мен анам не дейді? Біз сен үшін бар үмітімізді арттық. Дегенде не деймін деп күңіренді. Сол түні ауылдағы әкесіне хабар келді. Қызым, амансың ба? Сабақтарың жақсы ма? Біз саған сенеміз ғой, елдің бетіне ұялтпайсың деді. Бұл сөздер Гүлназдың жүрегін қарып өтті. Әкесінің үміті оның ең үлкен қорқынышы болып кетті. Күн артынан күн өтіп жатыр. 3 жыл ғайып келеді. Бөлмеде киген киімі сыймай қалды. Қыздар сыбырлап сөйлейтін болды. Гүлназ жұқты сияқты деген сөз құлағына жетті. Осы кезде ең үлкен шешім қабылданды. Бір кеште дәптерін алды да әке шешесіне хат жазды. Әке, анашым, сіздерге берген сертімді ұстай алмадым. Армандарыңызды таптадым. Мені кешіріңіздер. Бәрі менің әлсіздігімнен болды. Сіздерге жүк болғым келмейді. Хат жазып болған соң көз жасына тұншығып отырып сыртқа шықты. Қала шетіндегі өзенге қарай беттеді. Сол күні Гүлназ өзен жағасына келді. Су қарауытып ағып жатыр. Қолындағы хатты соңғы рет оқып шықты. Көз жасын сүртті де суға қарай еңкие берді. Дәл сол сәтте артынан бір дауыс шықты. Гүлназ, не істеп тұрсың мұнда? Бұл жатақхананың күзетшісі Еркін еді. Қыздың жүзіне қараған бойда жағдайды түсінді. Жүгіріп келіп, қолынан тартып алды. Есің дұрыс па сенің деп айғай салды ол. Гүлназ жылап, құлап түсті. Менің өмірім біткен, мен ата-анамның үмітін ақтай алмадым. Еркін не дерін білмей қалды. Бірақ бірден жедел жәрдем шақырды. Оны жатақханаға қайта алып келді. Ертесі бұл жағдайдан бүкіл оқу орны хабардар болды. Декан шақыртып алып қатты сөйлесті. Сенің ата-анаң бізге сеніп жіберді. Біз сен үшін жауаптымыз. Ертең ауылға қалай қарайсың? Гүлназ жерге қарады. Бір ауыз сөз айта алмады. Бір аптадан соң ата-анасынан бәрібір хабар жетті. Әкесі Алматыға асығыс келді. Бөлмеде қызының жүзіне қарағанда жүрегі қарс айырылды. Қызым, біз сені оқытамыз деп қанша бейнет көрдік. Арманың қайда? Мені неге жерге қараттың? Гүлназ жылап тұрып тек бір ауыз сөз айтты. Әке, мені кешірші. Әкесі сол жерде отырып жылады. Бірақ ұрған жоқ, қарғаған жоқ. Қызым, енді тағдырды мойындау ғана қалды деді. Көп ұзамай Гүлназ ауылына қайтуға мәжбүр болды. Оқудан шығарылды. Құрбылары оны мазақтап, сыртынан сыбырлап жүрді. Жатақханадағы қыздар, ана Гүлназды білесіңдер ме? Ой, оқымай қалды ғой деп сөз қылды. Ауылға оралғанда көрші қолаңда оңдырмады. Қалаға барған қыздың сиқы осы деген әңгіме тарады. Анасы әр сөзден қысылды.
Гүлназдың өмірі тозаққа айналды. Бірақ ішіндегі нәресте оның жалғыз үміті болды. Мен осы балам үшін өмір сүремін деді ол. Айлар өте берді. Қыздың іші үлкейген сайын ауылдың сыбыры күшейді. Бір күні базарға барғанда екі әйелдің әңгімесін естіп қалды. Әй, мынау қалалық бір жігіттен аяғы ауыр екен, байдың баласы дейді. Ол байдың баласы қайтсын, ауылдың қызын ойнай салған ғой деп мырс етті екіншісі. Гүлназдың құлағы күйіп кетті. Көз жасын іркіп үйге қайтты. Сол түні ойға шомып отырып, неге мен үнсіз отыруым керек? Бала әкесіз өспеуі тиіс. Мен Дамирді табамын деп шешті. Күндердің бірінде Алматыға қайта барды. Дамирдің мекен жайын табу үшін Сабинаға хабарласты. Бірақ Сабина суық жауап қатты. Гүлназ, сен әлі тірі жүрсің бе? Мені әурелеме. Ол сені баяғыда ұмытқан. Қалыңдығы бар. Қызыңды ауылда өсіре бер деді де телефонды қоя салды. Бұл сөз қыздың жүрегін жаралады, бірақ керісінше қайсарлық берді. Жоқ, мен бәрібір табамын деп бекінді. Бірнеше күн іздеп жүріп ақыры Дамирдің үйін тапты. Үйі зәулім, қақпасы үлкен. Гүлназ қақпаға жақындағанда күзетші тоқтатты. Кімді іздеп жүрсің? Маған Дамир керек. Мен оған маңызды хабар әкелдім. Күзетші көзінің астымен қарап, сен сияқтылар маңызды хабар айтатындар көп, жоғал деп қуып жіберді. Гүлназ көз жасына ерік беріп ауылға қайтып оралды. Ауылға келгенде әкесі тағы үнсіз қарсы алды. Бір ауыз сөз айтпаса да оның көзқарасы сен бізді қара бет қылдың деп тұрғандай еді. Түнде Гүлназ ішіндегі баласына сыбырлайды. Қорықпа, мен бармын. Сен жалғыз емессің. Әкеңді таба алмасам да, саған әке де, шеше де боламын. Қысқы түн, жел гулеп тұр. Гүлназдың іші мейлінше ауырлап кеткен. Төсекте дөңбекшіп тынысы тарылды. Бір кезде айғайлап жіберді. Анашым, анашым! Анасы жүгіріп келді. Қыздың түрін көріп өңі қашты. Ойбай, уақыты жеткен бе деп айғай салды. Әкесі малқорадан жүгіріп кірді. Түннің бір уағында ауылдың ескі жүгіліні оталдырып, аудандық перзентханаға алып кетті. Сол түні перзентхана қабырғасы Гүлназдың шырылы мен нәрестенің алғашқы дауысын бірге естіді. Құттықтаймыз, ұл бала деді дәрігер. Гүлназ әлсіреп кеткен күйі көз жасын сығып жіберді. Бірақ бұл жолы қуаныштан. Менің балам бар. Ол менің өмірімнің мәні. Ауылға оралғанда көрші қолаңның сыбыры одан сайын күшейді. Кімнен туғанын өзі де білмейтін шығар. Әкесі жоқ бала жетім болып өспек пе? Әкесі түнде бірден ойға шомып отырып. Гүлназ, балаға әке атын жаздырасың ба деді. Қыз көзін төмен салды. Жаздырмаймын әке, бұл бала тек менікі. Әкесі ауыр күрсінді. Өзің біл қызым, бірақ бұл өмірдің жүгі жеңіл емес. Күндер өтті, бала күн сайын өсті. Енді Гүлназ үшін барлығы екінші орынға ығысты. Намыс та, өсек те, армандар да. Бір ғана мақсаты болды. Баласын адам қылып өсіру. Таң атпай тұрып от жағып сиыр сауып балаға қарады. Түнде ұйықтамай әлде айтты. Бірақ жүрегінің түбінде бір ғана мың бар. Егер Дамир білсе ше, бір күні келіп баласын сұраса ше. Бір күні ауылға қала жақтан қонақ келді. Солардың арасында Дамирді көріп қалғандай болды. Жүрегі тас төбесіне шықты. Қолындағы баласын құшақтап үйдің ішіне тығылды. Жоқ, бұл ол емес деп өз-өзін жұбатты. Бірақ жүрегі мазасыз күйде қалды. Қыс бітіп, көктем шықты. Қар еріп ауылдың іргесі батпаққа айналған. Гүлназ таң атпай тұрып баласын арқасынан таңып алып, сиыр сауып отын жағып үй тірлігін тындыратын болды. Әкесі малға қараса, анасы немересін айналып толғанады. Бірақ ауылдың көзқарасы бәрібір жанына батады. Әкесі жоқ бала тастанды болмай ма екен деп сыбырлайтын көбісі. Гүлназ кейде шыдай алмай көз жасын тығып жылайды. Бірақ баласына қараса, қайта күш алады. Сен үшін бәріне төземін, сен менің барымсың деп сыбырлайтын. Базарға бару да оңай емес еді. Қолында бала, үстінде ауылдың қарапайым киімі. Қала жақтан келген әйелдер күле қарайтын. Жас қыз, қайдан тапқан мұны деп қарайтындай болып көрінеді. Гүлназ үнсіз, бірақ іштей алай-дүлей болатын. Адамдар неге сонша қатыгез деп ойлайтын. Кейде кешкісін ауылдың қыз келіншектері жиналып ән айтып, шай ішіп отырады. Ал Гүлназ баласын тербетіп терезеден қарайды. Менің де күлетін шағым бар еді ғой. Бірақ енді ол үшін күлкі емес, тек күрес қалды. Әкесі де қартайып барады. Күнде үнсіз, тек түнде насыбай айнатып отырып күңіренген естіледі. Қызымның тағдыры осылай болады деп кім ойлаған дейді өз-өзімен. Баласы бір жасқа толғанда ауыл мешітінде дұға оқыды. Көрші қолаң келді. Кейбірі шын жүректен тіледі, кейбірі сырттай күңкілдеді. Әкесін көрсетпей қалай жүре береді екен деді бір кемпір. Гүлназ естіп тұрса да шыдады.
Өйткені ол үшін баласының күлкісі бәрінен де қымбат еді. Бір күні ауданға барды. Баланы емханаға қаратты. Дәрігерлердің арасында бір таныс дауыс естілді. Артына қараса, Дамирдің жақын досы. Ол Гүлназды көріп таң қалды. Бұл сен бе? Балаң бар ма? Я, деді, қыз қысылып. Досы бір сәт ойланып тұрды да. Дамирдің жағдайын білесің бе, деді. Гүлназдың жүрегі зу ете қалды. Жоқ, ол жайлы ештеңе естігім келмейді деп ойлады. Бірақ іштей білуім керек деген ой мазалады. Гүлназ Дамирдің пәтерінің қайда екенін біліп, кездеспекке ұйғарды. Баласын ертіп, Дамирдің үйіне келді. Гүлназдың іші алай-дүлей. Қанша ойланса да дәл осылай кездесем деп күтпеген. Есікті беті жүдеу, көзі шүңірейген, үстінде ескі киім. Дамир ашты. Гүлназдың денесі мұз болып қатып қалды. Көзін тайдырып әкетті. Бірақ жігіт қолын созып тоқтатты. Сен білесің бе, Гүлназ, мен ол кезде ақмақ болдым. Әкемнің айтқанын тыңдадым. Құлқынымды тескен ақша. Осы қыз бізге сай келеді. Осы қызды аласың, деді. Соған келістім. Ал қазір бәрінен айырылдым. Гүлназ үнсіз тыңдады. Баласын құшағына тартып отырды. Менің балам ба, деді Дамир, көзіне жас алып. Гүлназдың жүрегі ащы кек пен жұмсақ мейірім қатар араласты. Я, деді үнсіз. Егер сол кезде жанымда болғаныңда бұл баланың тағдыры басқа болар ма еді деп ойлады. Екеуі үнсіз қоштасты. Кешке ауылға қайтқанда әкесі қызының жүзіне қарады. Біреуді кездестірдің бе деп сұрады қысқа ғана. Гүлназ көз жасын жасырып, иә, бірақ бәрі өзгерген, деді. Әкесі ауыр күрсінді. Қызым, тағдыр деген осы, сен енді тек балаңа қарайсың. Сол кездесуден кейін Дамирдің күні-түні ойынан Гүлназ шықпай қойды. Жұмысынан кейін кешкісін ауыл жаққа автобус ұстап бірнеше рет келді. Көшенің ар жағынан Гүлназды көрсе, жүрегі алып ұшып тұрады. Бір күні ол батылданып есік алдына келді. Ескі күртеше киген, жүзі солғын. Аға, кешіріңіз, қателестім. Балапанды қолыма бір-ақ рет ұстасам деп еңкейе сөйледі. Әкесі Сапар ақсақал қабағын кірпік қақпай түйді. Жігіттің сөзінде салмақ болу керек еді. Сен баяғыда қызыма уәдені аяққа таптап кеткесің. Енді кеш. Дамир тізерлеп отырды. Кеш емес, аға, барымды салып жұмыс істеймін. Баламды мойныма алам. Сол сәтке сыртқа Гүлназ шықты. Қолында кішкентай ұлы. Жүзін суық ұстап. Сен бәрін мойныңа аласың ба? Ана жолда мен тірдей тастағанда қайда едің? Дамир көзін төмен салды. Әкем қорқытты. Мен әлсіз болдым. Әлсіз әке балаға қорған болмайды. Гүлназ үні дірілдеп. Баламның тағдырын енді сенің әлсіздігіне тапсырмаймын. Дамир басын ұстап жерге отырды. Көзі жасқа толды. Гүлназ, бір мүмкіндік берші. Жоқ, өткен қайтып келмейді, деді де Гүлназ үйге кіріп кетті. Сол түні Дамир ауылдан қалаға қайтпады. Ауылдың сыртындағы ескі көпір үстінде отырып таңды қарсы алды. Қалтасынан баланың суретін шығарып қарады. Тек бір-ақ рет көріп үлгерген сурет. Құлыным, сен мені кешіресің бе? Деп сыбырлады. Таңертең ауылға Дамир өз-өзінде қол салды деген суық хабар жетті. Гүлназ естігенде жүрегі шым ете қалды. Қатты жек көрсе де, әлі де жаны ашып тұрды. Мен емес, баласын қимай кетті-ау, деп көзін жасын тия алмады. Әкесі қызына қарап, көрдің бе қызым, өмірдің заңы қатал. Әр істің есебі бар. Дамирдің қазасы ауылға тез тарады. Әдеттегідей өсек те қоса өрбіді. Гүлназға бола қол салды дейді ғой, әй, кім біледі. Әлде қарызынан қашты ма екен. Бірақ қызық, артында бір ұл қалды дейді. Бұл сөздер Гүлназдың құлағына жеткенде жүрегі тітіркенді. Мен үшін өлді дегенге сенгісі келмеді. Бірақ баласы үшін қорықты. Ертең оны да осы әңгімелер мазаласа қайтемін. Әкесі Сапар ақсақал қызының иығына қолын қойды. Бөгденің сөзіне құлақ аспа қызым, біздің жолымыз ұзақ. Сенің ең үлкен бақытың мына бала. Уақыт өте Гүлназдың өмірі қайта қалыпқа келе бастады. Ол тігін цехына жұмысқа тұрды. Күндіз тігін машинасының ызыңынан шаршап келсе де, кешке баласының күлкісін естігенде бар қайғысын ұмытып кететін. Бала да өсіп келе жатты. Әкесінің бейнесін білмей, тек менің әкем қайда деп сұрағанда ғана Гүлназдың жүрегі ауырлайтын. Бірақ ол әрқашан бір жауап айтатын. Әкең сенің жаныңда, жүрегіңде балам. Жылдар өтті, бала мектепке барды. Бір күні сыныптастары мазақтапты. Сенің әкең жоқ қой. Сол кеште Гүлназ ұлын бауырына қысып, балам, әкең болған, бірақ тағдыр оны бізден алып кетті.
Сен ешқашан әкесіз емессің. Сенде мен бармын, сенде атаң бар. Біз сені бәрінен артық жақсы көреміз, деді көз жасын тия алмай. Түн ішінде жалғыз қалғанда Гүлназ кейде терезеге ұзақ қарап отырады. Дамирді есіне алады. Мүмкін кешіргенде бәрі басқаша болар ма еді деген ойда келеді. Бірақ артынша баласының бейнесіне көз алдына келтіріп, қолынан ұстап қалғандай күш береді. Жоқ, өткен өтті. Менің өмірім балам үшін ғана. Осылайша ол бір жола бекінді.